Қайырлы күн. Қызықты әңгімелер каналына қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. 1000 оқырманға жетейік. Тағдыр тәлкегі. Жұмыстан шыққан Нұрбол күндегі әдеті бойынша қайтар жолда аялдамадан бір-екі адам алып кетпекші болды. Жолдың жиегімен жәймен жүріп келіп тоқтады. Көлігіне қасында 5 жасар қызы бар келіншек отырды. Енді тағы 2 адам алсам болады деген оймен келе жатқан Нұрбол айнасына қарады. Артта отырған келіншектің жүзі оған таныс сияқты болып көрінді. Анашым, мынаны алайықшы, деп қызы телефоннан бірдеңені көрсетті. Оны қайтесің, пайдалы нәрсе алу керек, мынауың босқа қалады, деді. Келіншектің даусын естігенде қателеспегенін түсінді. Бұл Жадыра еді. Түк өзгермеген. Сол баяғы қалпы. Шашының түсін өзгерткені болмаса. Бірден Жадыра қалайсың дегісі келіп тұрып тоқтап қалды. Жадыраның өзін көргенде қысылып қалатынын білді. Нұрболды ол әлі байқамады. Басына кепка, көзінде көзілдірік киіп алған Нұрболды әлі көрген жоқ. Тек түсетін кезде ғана осы жерге тоқтай салыңыз, деді. Тиынын есептеп қолын созғанда Нұрбол бұрылып артына қарады. Нұрболды бірден таныса керек, тіл қатпастан дереу көліктен түсіп кетті. Бұл көршінің қызы Жадыра болатын. Бала күндерінде ауылда бірге тұрып өскен. Бір көшеде тұрған, қатар тұрған 2 үйдің балалары тату болды. Кім-кімнің, қай үйдің баласы екендері білінбей кететін. Аналары жақын құрбылар. Үйге келген балаға кет әрі демейтін. Жадыра Нұрболдан 2 жас кіші. Бір нанды бөліп жеп, қыстыгүні қарға аунап, жазда көлге түсіп, мектепке бірге барып, бірге күнді батыратын. Жадыра бастауыш сыныпта жүрген кезде әкесі ойламаған жерден көлік апатына ұшырап қаза болады. Анасы Ұлпан 3 баламен жалғыз қалады. 3 баламен күн көру қиын болды ма? Арасы 2-3 жылдың ішінде Ұлпан өзгеріп шыға келді. Үйіне сырттан бөтен бір еркекті кіргізіп алды. Міне, содан бастап барлығы өзгерген еді. Ұлпанның кіргізген еркегі көршінің балаларын жақтырмайтын. Көзінің аласымен қарап, сүзеген бұқа құсап ақырып отыратын. Оған қарап жатқан балалар жоқ. Үйреніп қалған, кіріп шығып шулап жүре береді. Бір күні Нұртас ішіп алған екен. Боқтап қолындағы күрегін сермеп қуып шығады. Шошып қалған балалар содан кейін қайтып көршінің үйіне бармайтын болды. Ұлпан да бұрынғыдай емес, құрбысын іздеп келмейтін болды. Үйдегі баланың үлкені Жадыра, одан кейінгі сіңілісі Кәмшат, інісі Жомарттың да аяқтары сап тыйылды. Көршінің үйіне барма, деп тыйым салса керек. Апа, Жадыраға барайыншы, деген қызына Гүлмира. Сендер енді сол үйге бармай-ақ қойындаршы. Сағынсаңдар мектепте көресіңдер бір-біріңді. Жақтырмаған жерге барма деп тыйып тастады. Адам құрып қалғандай, Ұлпан да бір қайдағы біреуді тауып алыпты. Араласатын адам емес, деді әкесі. Содан бастап көршілер арасындағы байланыс үзіліп, әркім өз тіршілігімен кетеді. Бір қызығы, Ұлпан күйеуіне бала туып бермейді. Жұмысын істеп, күйеуін балалармен қоса асырап жүре береді. Нұртастың жұмыс істегенінен үйде жатқаны көп. Ащы суға әуес болып шықты. Оның кезінде отырып келгені белгілі болып, ауыл адамдары біразға дейін сөз қылып жүрді. Жаздың шайма-шуақ күндерінің бірінде есік алдында қақ турап отырған Гүлмира өтіп бара жатқан Ұлпанды көріп: «Құрбым, асығып қайда барасың? Кірсеңші, шай қояйын», деп еді. «Сағынды ма? Жарайды, сені көрмегелі көп болды ғой», деп ішке кірді. Сол кезде әңгіме арасында: «Нұртасты үйге кіргізгеніме өкінемін», деп айтып қалады. «Неге? Ұнамаса неге қуып шықпайсың?» «Білмеймін, 2 ойлы боп жүрмін. Байсыз қалсам да кіргізбеуім керек еді», деп өкінішін білдірген. Бірақ сол күйеуі кеткен жоқ. Жылдар өтіп, Жадыра 8-ші сыныпта оқып жүреді. Сабақ үстінде үнсіз терезеге қарап отырған қыздың ойын мұғалім бөліп жібереді. Жадыра
Уақыт өтіп жатыр, үлгермей қаласың, тапсырманы аяқта, деді. Қоңырау соғылып, тапсырмасы орындалмаған дәптерін өткізіп, Жадыра сыныптан шығып кетеді. Оқушылардың жұмысын тексерген мұғалім әріптесіне: «Мана Жадыраның мұндай әдеті жоқ еді. Оқуға түк зауқы жоқ. Бірдеңесін байқадыңыз ба?» дейді. «Иә, байқадым. Мінезі тұйықталып алған. Қасында құрбылары да жоқ сияқты. Өзімен өз жүреді». «Жоқ, сіз байқадыңыз ба?» деп әңгімеге келесі мұғалім араласты. 8-ші сыныптың оқушысына ұқсамайды. Мінезі ғана емес, дене тұрқы да өзгеріп бара жатқан сияқты, деп шошып кеткен мұғалім. «Сонда қалай?» деді. «Қасындағы қыздарға қарасаңшы, талшыбықтай бұралып тұр. Жадыра болса домаланып барады емес пе?» «Толғаны шығар. Толған адамның беті, аяқ қолы бірге толмайды ма?» деді. Сонымен мұғалімдерінің естері шығып, сол күннен бастап Жадыраны бақылауға алады. Айдың соңында бүткіл ауылды дүр сілкіндірген жаңалық болады. Мектептің 8-ші сынып оқушысы жүкті болып қалыпты деген сөз тез тарайды. Ол кім екен дегенде Жадыра болып шығады. Кімнен екен дегенде үйінде жүрген өгей әкесінен болып шығады. Ең сорақысы, Ұлпанның 2-ші қызы да өгей әкенің қорлығын көріп келген болып шығады. Сонда Ұлпан қайда қарап жүріпті? Білген бе? Білмеген. Мүмкін білгенде шығар. Нұртас үсtsіз жоқ болып қашып кетеді. Кейіннен ұсталды деген хабар келеді. Көшеге шыға алмай қалған Ұлпан бір түнде балаларын алып ауылдан кетіп қалады. Жадыраның одан кейін тағдыры елге құпия болып қала береді. Уақыт өте келе денені түршіктірер бұл оқиғада ұмтылады. Содан кейін қаншама жылдар өтіп, Нұрболдың Жадыраны көріп отырғаны осы. Ұмтылды ма деген оқиға жоқ, ұмтылмапты. Нұрболдан бірден танып тұрса да Жадыра деп, бала кезінде бірге өскен көршісіне сәлем бере алмады. Нұрболды бірден таныған Жадыра да тіл қатпастан көліктен түсіп қалды. Ескі жараның бетін тырнағысы келмегендей, жүректегі қасіретті оятқысы келмегендей, Жадыра сол түнімен ұйықтамады. Таңға жоқ, сәл көзі ілінгені болмаса, басы ауырып тұрды. Көздерінің асты ісіп, қызарып тұрған. Жадыра айнаға қарап түрінен шошып кетті. Телефонын алып: «Бүгін ауырып тұрмын, менің орныма тұрып берші». «Рахмет» деп біреуге хабарласты. Қызын да балаларын бақшасына апармайтын болып шешті. Ұйықтап жатқан қызына бір қарады да, өзі де төсегіне қайтадан жата қалды. Көздерін жұмғанымен қайтып ұйықтай алмады. Терең ойдың түбіне түсіп кетті. Ол кезде Жадыра 7-ші сыныпта оқитын. Анасы Ұлпан үнемі жұмыста болғандықтан үйдің бар тіршілігі өзінің мойнында. 2 мезгіл тамақ істеп, үй жинап, сіңілісі мен інісіне қарайтын. Мектепке барып, сабағында орындап үлгеретін. Бірақ көңілінен шықпайтын бір нәрсе бар еді. Ол өгей әкесі. Соңғы кездері өзіне біртүрлі көздерімен қарайды. «Жадыра, шаршадың ба? Кел көмектесіп жіберейін» деп аяқ астынан жалпақтап кететіні бар. «Анаң байғұс қайтсын, жұмыстан шаршап келеді, біз үшін жүр ғой» деп сөздерін майдалап қасына жетіп келетін. Өтірік байқамағандай болып, біресе қолынан, біресе арқасынан сипап қояды. Осындай қимылдары барған сайын жиілеп барады ма, айналшықтап қасынан шықпайтын болып алған. Қасына отырып, аяқтарына байқамағансып, тізесін тегізіп қояды. Ондай кезде Жадыраның денесі тітіркеніп кетеді. Қасынан кеткенше асығады. Кешке жұмыстан келген Ұлпан мен Нұртас әмпай-жәмпай бола қалады. Әңгімелерін айтып, үйдің тірлігін өзі тындырғандай істеген жұмыстарына есеп беріп жатады. Оған Ұлпан өлердей сеніп қалады. Қыз деген ұқыпты болушы еді, қызыңа айтып қойсаңшы, тамақты дәмдірек пісірсін дейді. Атала берсе де ішесің, маған не дейсің? Жарайды, қайда барамыз енді, көнгеннен басқа амал жоқ деп қояды. Ұлпан жұмысы алыста болған соң 6-дан ерте тұрып, ерте кетіп қалады. Кеш батқанда бірақ келеді. Ұйқыдан тұрған Жадыра күнде
Нұртас та үйде жоқ болса екен деп ойлайды. Жоқ болса қуанып кетеді. Бірақ үйде жататын күндері көп. Соңғы күндері дауысы шықса да дір ете қалатын әдет тапқан. Сонысын анасына айтқысы келеді. Бірде екеуі ғана отырғанда, ана, Нұртас аға біздің үйде неге кетпейді, деп сұрайды. Кеткені несі? Ол енді бізбен бірге тұрады. Нұртас аға емес, әке деп айтатын уақытың болды ғой, қызым. Менің әкем ол емес, деді қабағын түйіп. Жарайды, әке демей-ақ қой, бірақ оны сыйлау сенің міндетің, дегенде енді одан өмір бақи құтыла алмайтынын түсінген. Бір күні Ұлпан ауырып, бір апта ауруханаға жатып шығады. Кетіп бара жатқанында Нұртас, балаларға алаңдамай-ақ қой, өзім бармын ғой, деп қала береді. Алаңсыз ұйықтап жатқан Жадыра түн ішінде біреудің пысылдап тұрғанынан оянып кетеді. Көзін ашқандағы бірінші көргені пышақ. Дәу еркектің қолы аузын басып пышағын кезеніп тұр. Анықтап қараса, Нұртас, дыбысыңды шығарма, менімен жүр, деді бұйыра сөйлеп. Есі шыққан қыз орнынан тұрып, соңынан жүре берді. Қасында жатқан сіңілісі бір аунап түсіп, ештеңе сезбей жата берді. Нұртас Жадыраны жетектеп бөлмесіне әкелді. Айқайласаң өлтіремін, сені де ана жақтан, екеуін де, деп қызды төсекке жатқызды. Ойына келген істеді. Барлығы біткен соң, Ұлпанға немесе басқа бір адамға айтсаң, айтпады деме, үшеуіңді де бірге өлтіремін, түсіндің бе, деп өтіріктен басын сипап жібере салды. Төсегіне сүйретіліп келіп жатқан Жадыра, бар денесі дірілдеп, тістері тістеріне сақылдап, қалтыраған қалпы жатып қалды. Ертеңінде түске дейін орнынан тұра алмай жатты. Қасына келген Нұртас, не ап жатырсың? Тұр орныңнан, тамақ істе дегенде, бірақ басын көтерді. Осы жағдай тағы қайталанды. Әр қайталанған сайын өлтіремін деп қорқытып отырды. Ұлпан үйге келгенде ештеңені байқамады. Өзімен әуре болып жүрген ол қызының қас қабағына да қарамады. Күндер зымырап өтіп жатты. Тек бір күні үйге мектептен мұғалім келгенде Жадыраның есі шықты. Қырсыққанда сол күні Ұлпан үйде еді. Екеуі оңашада қалып сөйлеседі. Мұғалім өзінің күдігін айтқанда Ұлпанның көздері бақырайып, дауысы баж ете қалады. Сіз не деп тұрсыз? Осы айтқан сөзіңіз үшін жауап бересіз, білесіз бе? Дейді бажылдап. Жауап беруге дайынмын. Жүріңіз, Жадыраны ертіп қазір барайық ауруханаға, дейді даусын нығыздай түсіп. Сіздің екінші қызыңызды да тексерту керек. Екеуін бірге алып жүріңіз, дейді өктем сөйлеп. Есі шыққан Ұлпан, қыздарыммен мен өзім сөйлесемін, рахмет сізге, деп тұрып алады. Ауруханаға апармайсыз ба? Апарамын, алдымен өзінен сұрап алайын, дейді. Жақсы, сізден бір хабар күтемін. Айтпады демеңіз, ауруханаға барып сұраймын, тексерткеніңізді, деп кетіп қалады. Мұғалім кете сала Жадыраны шақырады. Қызының түрін көріп, барлығы рас екеніне сене бастайды. Жаның барында айтқаны, мұғалімнің айтқаны рас па? Деді айғайлап. Жадыра селкілдеп тұрған иектерімен қоса басын изейді. Кім ол саған тиісіп жүрген? Деді, енді сәл даусын бәсеңдете. Нұртас, деді көздерінен сорғалап аққан жасты тоқтата алмай. Өтірік айтасың, қаншық. Шыныңды айт. Өтірік, деп келін келіп қызын ұра бастады. Жадыра ешбір қарсылық көрсетпестен тұра берді. Бір кезде ұрып жатып, Ұлпанның қолы қызының ішіне тиіп кетті. Іші кәдімгідей жұмыр, қатты домаланып тұр екен. Бұрын неге байқамаған? Неге көзі көрмей көрсоқыр болып қалған? Өзінің не білдіргенін енді түсініп, ышқынып, бар даусымен айқайлап, жылап жіберді. Сол күні Нұртас үйге келмейді. Мұғалім үйге кірген кезде ол сыртта болған. Жарты әңгімесін естір-естіместен сыртқа шыққан қалпы қайтып оралмайды. Ұлпан есін жинап болған соң екі қызын ауруханаға апарады. Жадыраның аяғы ауыр болып шықты. Екінші қызы да сау емес. Полицияға арыз жазып, Нұртасқа іздеу салады. Ауылда
Сөз тұрсын ба, бұл хабар тез тарап кетеді. Елдің көзіне қарай алмаған Ұлпан балаларын алып бір түнде кетіп қалады. Қалаға келген Ұлпан пәтер жалдап тұрады. Жұмыста бірден табыла қоймайды. Туысқандарға баруға бет жоқ. Барса, өзін бірінші кінәлайтынын біліп тұр. Балаларды да мектепке орналастырмады. Осылай сабылып жүргенде Жадыраның іші ауырып, түсік тастап ауруханаға жатып қалады. Сол кезде ғана Жадыраның әкесінің туысқандарына хабар айтады. Әкесінің әпкесі келіп Жадыраны қолына алады. Байдан өлгендей тиіп алып едің, одан да балаларыңа неге қарамайсың? Мына қыздың өміріне балта шаптың. Енді бала көтеруі белгісіз, бір Алланың қолында дейді дәрігер. Бар, тағы бір байыңа тиіп ал, деп қайнапкесі зіркілдеп ұрысып, Жадыраны алып кетеді. Анасынан көңілі қалған Жадыра жағын ашпастан лесіп кете береді. Әпкесінің үйінде жатып, мектебін бітіріп, жұмысқа шығады. Оқуға түсуге көңілі де, қаражаты да болмайды. Жұмыс істеп жүріп, айналасында жігіттер болады әрине. Жадыра көрікті қыз, істеген жұмысы да тыңғылықты еді. Сөз айтып, ұсыныс жасағандардың барлығынан бас тартқан. Жасың 25-тен асып барады, осылай жүре бересің бе? Біреудің етегінен ұстамайсың ба? Деген әпкесіне. Бала туып бере алмайтынымды біліп тұрып, алдап қалай шығамын? Қайтадан жүрегімді ауыртқым келмейді, деді. Қайдан білесің? Алламның бір көмегі болар. Үмітіңді үзбесеңші, деп әпкесі бір жылап алады. Қайдан білесің? Көмегі болар. Үмітіңді үзбе ешқашан, деді. Айналып дәрігерлерге барады, емделеді, үміт отын, бірақ ешқайсысы сыйламайды. Жасы 30-ға келгенде әпкесі, інімнің артынан қалған қызсың, сені бір жерге орналастырмай көңілім орнына түспесін, босағада отырып қаласың, сен мені тыңда, дейді. Сіз де қоймадыңыз ғой, не айтасыз, деді. Менің жұмысымда бір танысым бар, соның бауыры бар, сен сияқты жарымжан. Жүріп 30-дан асқанда үйленген, сол байғұстың келіншегі дертке шалдығып қайтыс болыпты. Артында бірге толмаған шиеттей қызы қалған екен. Жақында жылын беріпті. Енді сол қызға ана керек дейді. Сен сол жігітке қосылып, қызын бауырыңа бассаңшы, деп айтып қоймаған соң келісімін береді. Содан бері 3-4 жыл өтіпті. Бауырына басқан қызы өзін анам дейді. Жолдасы да жаман емес. Жақсы тіл табысып кетті. Тату-тәтті тұрып жатқан жайлары бар. Кешегі күні Нұрболды көргенде өткен өмірі, анасы есіне түсті. Анасын көрмегелі біраз жыл болды. Оған деген өкпесі әлі қара қазандай. Ешқашан кешіре алмайтын сияқты. Сіңілісі мен інісі хабарласып тұрады. Үйлеріне шақырады. Бірақ бұл бармайды. Үстінен ауыр жүк басып тұрғандай сезімде жүреді. Өткенде бір хабарласқанда Кәмшатқа, мен сені түсінбеймін. Сен де мен сияқты қорлық көрдің ғой, қалай кешірдің, айтшы, дейді. Мен де кешірген жоқпын, бірақ ол анамыз ғой, ол әдейі жасаған жоқ. Сен ішіңде көп нәрсе сақтама, өзің ауырып қаласың. Кешірсең, өзің үшін кешіресің, деген еді. Енді сол ауыр жүктен құтылғысы келеді. Кәмшатқа звондап, өзінің баратынын ескертеді. Қызын алып үйіне барады. Есіктен қарсы алған інісі қуанып қалады. Төрлет, сені күтіп отырмыз, деп жоғары шығарады. Ішке кіргенде Ұлпан орнынан тұрып, сені көргеніме қуаныштымын, қызым. Мені кешірмей кетеді ме деп қорқып едім. Кешірші мені, кешір, деп қызын құшақтай жылайды. Жадыра да бар өксігін шығарып, анасымен көріскендей болып жылайды. Ана мен қызы осылай қайтадан табысады. Өмірдің бір белесі артта қалады. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнаса, пікір жазып, лайк баса отырыңыз.